Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Сіздерге 7-ші сыныпқа мәтінді есептерді шығару тақырыбы бойынша дайын, креативті, заманауи, жасанды интеллект қосылған ашық сабақты көрсеткім келеді. Оқу мақсаты 7-4-3-1, 7-4-2-2. Есеп шарты бойынша математикалық модель құру, мәтінді есептерді теңдеулер мен теңсіздіктер құру арқылы шығару. Сабақтың мақсаты оқу мақсатынан шығады. Ұйымдастыру кезеңі жағымды психологиялық ахуалды орнату, жасампаз және жаңашылдық айын негізге ала отырып, сосын топтарға бөлеміз. Кітапхана әдісі арқылы, принтер әдісі арқылы үй жұмысын тексереміз. 5-156 есепті үй жұмысына беріп, бұл жаңа сабақ емес, екінші сабақ ретінде өтсеңіз болады. Одан кейін қайталау білім айнасы, есепті математикалық моделі дегеніміз не? Екі өрнектің қосындысының квадраты дегеніміз не? Екі өрнектің айырмасының квадраты дегеніміз не? Осы 6 сұраққа оқушылар тез жауап беру керек. Оқушылардың сайрап тұру керек. Өте керемет формулаларды айтып, оқушыларды сөйлетесіз. Практикалық тапсырма, топтық тапсырма, бірінші топ, екінші топ, мұның есептері қандай керемет. Мысалы үшін, балалар футбол командасының бірінші ойыншысы екінші ойыншыға қарағанда бір маусымда 13 гол артық соқты, ал екеуі бірігіп 87 гол соқты. Екінші ойыншы неше гол соқты дейді. Бұл жерде теңдеулер құрып, математикалық моделін құрып шығарады. Қоржын әдісі арқылы оқулықпен жұмыс жасайды. Қосындысы 60-ға тең екі санның бірі екіншісінен 4-ке артық. Осы сандардың үлкенін табыңыз дейді. Одан кейін мына жерде ботаникалық бақта екі жер телімінде 2825 ағаш көшеті отырғызылған, және екінші жер телімінде біріншіге қарағанда 4 есе көп көшет болды. Екінші жер телімінде қанша көшет болғанын табыңыз дейді. Енді бұл жерде математикалық модель құрады балалар. Одан кейін мына бір есепті айтқым келеді, өте керемет есеп. Бір шаршының қабырғасы екінші шаршының қабырғасынан 1 сантиметрге, ал ауданы 25 сантиметрге үлкен дейді. Үлкен шаршының периметрін табыңыз дейді. Бұл жерде бірінші шаршының қабырғасын тауып аламыз, сосын 4-ке көбейте саламыз. Яғни қысқаша көбейту формулалары арқылы, яғни шаршының ауданын табу үшін қабырғасын квадраттаймыз, сол үшін қысқаша көбейту формуласын қолданамыз. Серіктеу сәті ютубтан сілтемені қойдым. Жұптық тапсырмамна 2 есепті бересіздер. Жауаптары мен шығару жолымен тақтада көрсетесіздер. Сосын кахутта сабақты бекітсеңіздер болады. Кахутта әдісін қойып қойдым. Енді слайдын көрсетейін сіздерге. Сосын сабақты мұғалімдер келеді сіздерге, кірген мұғалімдерге QR кодпен осылай беріп қоясыз. Мына цветной шығарып, қасына ручка, шоколад қосып, мына жерде QR код бар, бетін жауып қойған. Мына жерде ашылғанын салам ғой телеграмға, мына жерде QR-ласа қымыжы шығады, қымыжын жүктеп ала алады мұғалімдер, кірген мұғалімдер. Немесе мынандай екінші түрін қойдым. Оны да мұғалімдерге берсеңіздер болады, сізге пікірін жазып кетеді сабақ бойынша. Мына жерде QR коды бар, QR кодын бетін жауып қойдым, өшіріп тастаймыз оны. Одан кейін слайдты көрсетейін, яғни слайдтың ішінде барлығы бар, құндылықта, топқа бөлуде, барлығы осы бір слайдтың ішінде әріптестер. Сіздерге біреуін көрсетейін. Сначала дейміз. Сабақтың мақсаты, тақырыбы, мәтінді есептерді шығару, есеп шарты бойынша математикалық модель құрады, мәтінді есептер, теңдеулер және теңсіздіктер құру арқылы шығарады. Сосын мына жасанды интеллектке толықтай жатады бізде. Сіздер ме балалар? Мен француз математигі Франсуа Виет боламын. Балалар, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Сондықтан білімімізден бұрын тәрбиелі екенімізді көрсете білейік. Енді сіздерге берер тапсырмам. Жасырынған сөздерді өмірмен байланыстырып, өз ойыңмен, ұстазыңмен және сыныптастарыңмен бөліс. Мынандай сөздер шығады, бұны өзгертсеңіз де болады, жазатын жері бар. Бұл жерден кіріп жаза бересіз, ешқандай қиындығы жоқ. Сіздер ме балалар? Сосын келесі слайдта мына топқа бөлу, оқушы санына қарап, яғни бұл жерде 24 оқушы, сізде бұдан кем болса өшіріп тастай салады. Ішіндегі бір топ, екінші топтан, үшінші топтан бір-біреуден өшірсеңіз, 20 оқушы лайықтап ала бересіз, өшірді барлығы, осылай топтарға жайғасады. Сосын үй жұмысын тексересіз, принтер әдісі арқылы мына 5-156 есептің 1 мен 2-шісі, сосын 3 пен 4-шісін тексересіздер. Келесіге өтсеңіздер, келесі ашылады. Осылай үй жұмысын тексеріп аласыздар. Өте тиімді. Сосын оқушыларға қайталау сұрақтарын қоясыздар, әріптестер. Ұлттық құндылыққа негізделген Сәлем достар. Мен атаның ауыр затын үйіне апарып келейін. Сонда ата маған риза болады ғой.
Оған дейін Ақпан сендер айында барлық ұстазымыздың жерде жасырған күн сайын сөздеріне анықтама беріп балалар айта беріңіздер. соғыстан жиналып, түрлі жеміс ағаштарын егіп жатсыздар, міне балдар осылай еңбекқорлыққа, мейірімділікке үйретсеңіздер болады әріптестер. Сосын топтық тапсырма, міне дескриптормен бар, есептерін көріңіздер, өте керемет. Міне топтық тапсырманың жауаптары, сосын қоржын деген әдісті алып, бұл жерде жеке жұмыс ретінде орындасаңыз болады. Тақтаға өйстіп шығарасыздар біртіндеп есептерді. Бәрін ашып қоймаңыз, өйткені балдар не ашып қалады. Бір есепті ашып, соны әр топ шығарсын. Сосын тақтаға жазғызыңыз, бір оқушыға. Сосын сергіту сәтінен қимылда дейді. Мына ютубқа ашылады, сілтемені басты, мынандай қимылдарды қайталайды. Қазір хит болып жатқан сергіту сәті ғой. 2 минуттық па, видео әрі кетсе 1,5 минут. YouTube сілтемені қойып қойдым, ашады. Мен қазір көрсетіп бақпайын, өйткені музыка шықса, мен ютубым авторский нарушение келеді, сол үшін қоспаймын, монетизациям өшіп қалды. Одан кейін жұптық жұмыста да мына 2 есеп өте керемет. Бұл жерде де оқушылар тіктөртбұрыштың ұзындығы шаршының қабырғасы 10 см ұзын, ал ені 10 см қысқа дейді. Қысқаша көбейту формуласын қолданып модель құратын еді, математикалық модель. Жауабы қымызда бар. Өте керемет мына есеп енді. Сосын мына тапсырма, мына жауаптар түрі көрдіңіз бе? Формуланы қолданған қысқаша көбейту формуласы да кетіп тұрды жауабында. Сосын Kahoot-пен сабақты бекітесіздер. Қазір Kahoot-қа жеке ораламын. Егер оқушының аты жөнін жазсаңыздар болады. Енді сабақтың басында бағалау парағын беріп қоясыздар оқушыларға. Егер аты жөндерін жазып қоясыздар ғой, енді кім қанша балл алды, сол бойынша мына жазып шығасыздар. Сабақтың соңында көрсетсеңіздер болады әріптестер. Мына 2 бет енді сізде оқушы көп болса, 2 бетті де қолданасыздар. Мысалы, арман, мақсат, арайлым осылай 8 балл алды деп, сосын кері байланысқа маған бәрі түсінікті болды десе, мына бірінші қағидаға кіреді. Сұрағым бар, қиын болды десе, яғни сіздің оқушыларыңыздың көбісі маған сабақ түсінікті болды десе, онда жасылды басады деген сөз. Мен Kahoot-ты көрсетемін деп жатқаным әріптестер, Kahoot-ты көрсетіп жіберейін. Осы жерден де ашылады Kahoot сілтемесі, болмаса жеке берсеңіздер де болады. Телефон қолданбайтын жерлер бар бізде әріптестер, кейбір компьютермен ашсаңыздар болады, үлкен экрандарыңыз болса, немесе әр топқа бір ноутбук берсеңіз де болады. Қосып қойып, қазір ноутбук бар ғой, 2-нің бірінде ноутбук бар, сол арқылы 3 топқа бір ноутбук беру арқылы сілтемені басасыздар, play solo дегенді басасыздар, сосын есептер шығады. Есептер сараланған, оқу мақсатына сай, солай етіп алынған. Бұл сабақты өзім жазамын. Бізде педагог зерттеуші, педагог шебер мұғалімдер жазамын. Окей, го дейсіздер, классик модон деген басасыздар. Сосын осылай кіріп кетесіздер. Шығып тұрады, есепті шығарады. Альбом блокноттан 280 теңге еркін бар, ал альбом, 2 альбом және 5 блокноттан 280 теңге төледі. Альбом неше теңге тұрады. Осылай беретін дұрыс болса коррект. Сосын әр 1000 балға 1 пайдан беріп отырсаңыз болады, яғни дескриптор бойынша, яғни бұл жерде Kahoot-та негізі көп платформаларда үлкен балл береді, ол біздің 10 баллды жүйемізге тура келмейді. Соны былай балға айналдырып отырсаңыздар болады. Бірінші сан, екінші сан 103-ке арты, ал олардың қосымшасы 30 сан беріп, біреу белгілі санын қараңыз. Егер қате болса, яғни уақыт беріледі, бұл жерде балалар шығарсын, 3 минуттай ма уақыт беріп қойдым әр есепті. Өз 5 есеп, сол 5 есепті шығару керек. Неге дұрыс болса жасыл жануарды. Ішінде тапсырмаларды өңдей аласыз, тек осы Kahoot-тан өзгерте алмайсыз, сол үшін өзгерте алмайсыз. 4 бұрыштың есептерді шығару керек енді балалар. Сау саламатта болыңыздар. Егер осы ашық сабақ сіздерге ұнаған болса, алам десеңіздер, мен WhatsApp нөміріне жазыңыздар, сіздерге электрон түрде ұсынатын боламын. Бізден алдын ашық сабақтар алып жүрген әріптестер біледі. Ашық сабақтарымыз өте ауқымды, құрылымы жағынан жүйелі жасалған, барлық талапқа, критерийға сай жасалады. Жақсылап көріп шығыңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Сіздерден өтініш, YouTube каналыма тіркеліп, комментарий, пікір жазып, лайк басып қолдасаңыздар. Бір-бірімізге мына уақыттың жетіспеушілік заманда өмір сүріп жатырмыз ғой. Осындай уақыттың жетіспейтін уақытында уақыттау комментарий, пікір жазыңыздар. Әрбір уақытымыз бағалы екен. Сау саламатта болыңыздар. Сіздерге өте үлкен көмек деп ойлаймын. Барлығы дайын өте бересіз.